Сәлеметсіз бе? Ішекті тазалап, 2 күнде 2,5 килограмм арықтатып, майды ыдырататын салатты жасап көріңіз. Ол үшін 250 грамм редька, 150 грамм алма, 100 грамм сәбіз, банкадағы жасыл горох және 30 грамм жуа, тұз, 2 ас қасық зәйтүн майы керек. Бұл салатты жесеңіз, тоқ әрі жеңіл жүресіз. Және бұл салат подагра ауруына ем болсын. Бұл сусынды ішсеңіз, 24 сағатта 2 килограмм тастайсыз. Ішекті тазалап, токсиндерді шығарып, іш қатудан құтыласыз. Ішектегі ауаларды шығарады және теріні тазартады. Ол үшін 1 стакан айран, 1 ас қасық зығыр тұқымы, яғни семян льна, және 1 шай қасық кастор майы. Араластырып, жатарда ішіп алыңыз. Таңертең жеңілдікті сезінесіз. Айына 2 рет осы рецепті жасап, ішіп көріңіз. Ем болсын. Тағы бір рецептпен бөліскім келеді. Бұл сусын ішекті тазалап, майды ыдыратып, денедегі ісікті кетіреді. 15 килограммға дейін бойдағы шлак токсиндерді шығаруға көмектеседі. Ол үшін бізге 1,5 литр жылы су, 1 ас қасық куркума, 70 грамм бал, 1 лимон теркадан өткізілген. Жақсылап араластырып, дайын болған сусынды 1 күнге қойып қоямыз. Күніне 3 рет 100 мл-ден тамаққа дейін жарты сағат бұрын ішіп аламыз. Емделу уақыты 3 апта. Ем болсын. Менің YouTube каналымда денсаулыққа қажетті көп деректер бар. Каналыма тіркеліп, ұнаған видеоларды жақындарыңызбен бөлісіңіз. Мені жоғалтып алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыз.